Қайырлы күн достар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз ықылық. Ықылық біздің еркімізден тыс пайда болатын рефлекс. Ол жаста, ортада, адамды да талғамайды. Енді дүниеге келген сәбиге де ықылық тиеді. Жалпы ықылық не үшін адамға тиеді? Бұның механизмі қабырғааралық бұлшықеттердің және диафрагманың жиырылуына байланысты адамға ықылық тиеді. Осы кезде өздігінен өткір тыныс пайда болады да көмей бітеліп қалады. Сол мезетте адам ықылықтай бастайды. Ықылық дегенде өзіңізді жайсыз сезінесіз. Себебі ас қорыту, қан айналымы, тыныс алу және басқа жүйелердің жұмысына әсер етеді. Жалпы ықылықты кетірудің оңай әдістері бар, яғни бұл ықылық жалпы 5-10 минуттай басталып, ұзағынан жарты сағатқа дейін басылады. Негізі ықылықты тоқтату үшін ең біріншісі деміңізді ұстап тұру. Бұл әдіс өте ыңғайлы, өйткені оны кез келген жерде және кез келген уақытта жасай аласыз. Бұл әдетте тыныс алуды 10-20 секунд ұстап тұру, содан кейін баяу дем шығарып және бұл жаттығуды бірнеше рет қайталау. Екіншісі, тіліңізді шығарыңыз. Яғни бұл әдісті қолданып көру үшін оңаша жерге барған дұрыс, тілді мүмкіндігінше сыртқа шығарып, осы қалыпта біраз уақыт тұру керек. Сондай-ақ тілдің тамырына қысым жасауға тырысуға болады. Үшіншісі, суды ішу, суды көп ішу. Суды трубочка, яғни түтікше арқылы ішкен дұрыс. Болмаса бір стакан суды аз жұтумен ішуге болады. Су салқын су болу керек. Төртіншісі, дәм рецепторларды тітіркендіру. Ол үшін бір тілім лимон, шымшым тұз, немесе қантты аузыңызға салып, біраз уақыт ұстап тұру. Бесіншісі, құлақты жабу. Құлақтарыңызды саусақтарыңызбен 10-20 секунд қысып, немесе құлақшалардың артындағы жұмсақ жерді басу. Жақсы әсер ету үшін бір уақытта түтікшемен су ішкен дұрыс. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.